Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Гүлжазира Бекболатқызы 30 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі педагог. Германияға біліктілігін арттыру мақсатында барған сапарында ол шетелде тұратын қазақ балаларының ана тілге деген ерекше қызығушылығын аңғарған. Сол кезден бастап ұстаз Европадағы балаларға бар білгенін үйретіп, ақысыз ерікті негізде қазақ тілін оқытуда қолға алыпты. Маған ұсыныстар болды. Қазақ тілін неге оқытпайсыз? Тіпті олар мені Берлинге жұмысқа шақырған болатын тұғын. Бізде осылай тілді оқытатын мамандары керек деп. Сондықтан мен елге келгеннен кейін ойланып, мен онлайн бастайын, егер де осындай ұсыныс болса, бірінші халқымызда бар ғой, жақсылықты балаға жаса деп. Сондықтан осы балаларды оқытудан бастадым. Ұстаз әр жексенбі сайын Нидерланд пен Германияда тұратын қазақ балаларына онлайн түрде сабақ өткізеді. Тек тіл үйретіп қана қоймай, ұлттық дәстүрді таныстырып, өлең, жұмбақ, мақал мәтелдері арқылы балалардың рухани дүниесін байытады. Шетелде жүрсе де, қара домалақтардың тіл үйренуге деген талпынысы ерекше жоғары. Менің атым Аида. Иә. 8 жастамын. 2-ші сыныпта барамын. Мен қазақша үйрендім. Қызығушылығы артты. Қуана үй жұмыстарын жасаймыз. Сосын салт дәстүрлер туралы Гүлжазира ханым өте жақсы түсіндіріп береді балаларға. Бірге отырып кітап оқиды. Соған Гүлжазира ханымның еңбегіне риза болып отырмыз. Гүлжазира Исқақова нөмірі 104-ші жалпы білім беретін келешек мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуды басты мақсат санайтын педагог өз сыныбымен ай сайын жаңа кітап оқуды дәстүрге айналдырған. Барлығы міне жазып, мысалы бақытты балақайдың 7 дағдысын оқып. Білікті педагог демалыс күндерінде оқушыларының дамуына арнайды. Ол шәкірттерін қоғамға пайдалы тұлға етіп тәрбиелеуді мақсат етеді. Шетелдегі қазақ балаларына ана тілін үйрету де оның ұстаздық жолындағы маңызды миссиясының бірі. Шын мәнінде мені сол Германиядағы біздің отандастарымыздың тілді оқуға деген құлшынысы, солардың патриоттығы мені таң қалдырды. Тіл коммерциялық жоба емес ешқандай да. Сондықтан біз бәрі міндетті деп ойлаймын. Тілге қызмет жасағым келді. Бұл бастама арқылы ұстаз шетелдегі қазақ балаларының жүрегінде ана тіліне деген сүйіспеншілікті оятып, ұлттық болмысты сақтауға үлес қосып, ұстаздықтың нағыз үлгісін көрсетіп келеді.